Сәлем қыздар, сіздермен бірге болды. Біз бүгін сіздермен бірге ағзамыз үшін өте пайдалы болған, кез келген маусымда табылатын азық-түліктен жасалынатын өте дәмді салаттардың бірі витаминканы жасауды үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен қырыққабат, яғни капуста керек болады. Капустамызды ұзынша әрі жұқа пішінде тураңыздар, себебі салаттың ішінде өте нәзік көрінетін болады. Капустамызды турап болған соң, жуаны, яғни пиязды жұқалап тураймыз. Пиязымызды қазір біз болгар бұрышымен бірге аздаған майда қуырып алатын боламыз. Бір немесе екі тал болгар бұрышы қажет болады. Болгар бұрышын да ұзынша пішінде турап алыңыздар. Салатымыздың қосылатын барлық азық-түлігі бірдей пішінде туралса, өте әдемі көрінеді. Сәбізіміз, бір тал сәбізді аласыздар, жақсылап жуып тазалап, қырғыштан өткізіп алыңыздар. Келесі кезекте бізге қызылша қажет болады. Негізі бұл салатқа қызылшаны шикідей қосу керек. Бірақ менің балапандарым шикідей қызылшаны ұнатпайды. Сол үшін алдын ала қайнатып, пісіріп, суытып алдым. Қызылшамызды да ұзынша пішінде тураймыз. Туралған қырыққабатымыздың үстіне қырғыштан өткізілген сәбізді, туралған қызылшамызды саламыз және де кукурузымызды себеміз. Кішкене табамызға май құйып, пиязымыз бен болгар бұрышын салып, қызарғанша қуырып аламыз. Шамамен 5-6 минут бойы қуырылады. Пиязымыз қуырылып болғанша салатымыздың үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Егер сарымсақты, яғни чеснокты ұнатсаңыздар, чеснокты да езіп қосуға болады. 5-6 минут бойы қуырылып болған пиязымыз бен болгар бұрышын жаңағы сарымсағымыздың, чесногымыздың үстіне құятын боламыз. Қызып тұрған май чеснокқа құйылғаннан кейін өте хош иіс береді. Салатымызды араластырып аламыз. Біздің витаминка салаты дайын болды, қыздар. Кез келген мезгілде қол жетімді, өте арзан, әрі витаминге бай керемет салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.